Үйленіп отау көтердің мінекей сен де балағаз. Тірліктен бірақ жарқыным үйленбей кеткен адам аз. Сен түгіл қасқыр-қасқырмен, маймыл жұптасқан, өз теңін тапқан соңғана адымын олар нық басқан. Ойың менісің жаңғырық, кейде оған түйсік жетпейді, әйелеп бала тудыру ақылды қажет етпейді. Күнделік құмар сезімді өрілген үшін отпенен шатастырып алдық Құдай-ау, бір туар махаббатпенен. Алдану сүрәтік емес, ұлтақсыз бұлтсыз шақта да үйлену деген қарағым алғашқы баспалдақ қана. Атанаң, үрім бұтағың бәрі де сені тұр қолдан. Бастысы сұлу жұбайың, өзіңі ертең кім болмақ? Махаббат қайсар, заңғар, шың, кез келген өрлей алмаған. 10 мыңнан бәлкім екі адам үмітін зорға жалғаған. Содан ғой сансыз кеудені жалғыздық дерт торлаған. Қаншама заңғар тұлғалар қанатсыз жандар сорлаған. Тұрмыстың түрлі сынынан сүрінбей өтті десе де, жұбайың досың бола ма? Міне бұл басты мәселе. Не бербек тәннің одағы? Жаныңа жаны қосылмау, бұл нағыз бедеу, қасірет қосылмау деген ашылмау, гүл болып ашылмағанның тілегін кім бар шақтаған? Рухы қосылмағанның сезімі шаттық таппаған. Рухы қосылмағандар жалынсыз, сәнсіз, жақұтсыз. Сондықтан мына жалғанда екеудің бірі бақытсыз. Сондықтан махаббаттың да сырт санын құрайтындар көп. Жай көзге күліп жүргенмен жасырын жылайтындар көп. Тағдырдан қашу мүмкін бе? Жүрсең де қандай жолменен? Бір мәнді сұрақ алдыңнан тұрады ылғи көлденең. Жұбайың досың болды ма? Самғатқан сезім шырайын нақ сондай ұлы бақытты берді ме саған Құдай? Ойнай ма оның көзінде сезіммен рух жарқылы, оғама ол шаттық мұңыңды жетінші түйсік арқылы, ұқпаса ісің секілді дауылдан мұзға жаққан от, рухани терең түсіну жоқ кезде махаббатта жоқ. Рухани терең түсіну жоқ жерде махаббатта жоқ дейді. Бұны айтқан 7-ші түйсік иесі Мұхтар Шахан. 7-ші түйсік